20 миллион теңгенің ісі бойынша 5 жылға график жасалатын болды. Бұл қалай болды? Сотқа арыз дайындалды, тапсырылды, азаматтық іс қозғалды, кредиторлардың бәрін хабардар еттік, аресттердің бәрі шешілді. Тамаша болды да, енді қараңыздар. Сөйтеді да, қаржы басқарушы тағайындалып, оң қорытынды береді, жағдайдың бәрін зерттегеннен кейін. Burada түп мәселелер жүргізіледі, келіссөздер жүреді. Іс жүзінде оң қорытынды берді қаржы басқарушысы. Сот оны құптады, соттың шешімі қабылданды. Төлем айыппұлын қалпына келтіру рәсімін жүргізуге жарайды деген. Өкінішке орай кредиторлары мыналар: Каспий банк, Форте банк, Халық банк және Фридом банк. Осылардан апелляция түседі. Апелляциялық шағымға біз қарсы пікір дайындадық. Олардың кредиторлардың әрекеті негізсіз, жазған шағымы орынсыз деп бәрін көрсеттік. Нәтижесінде Аллаға шүкір апелляциялық сатыда сот бірінші саты сотының шешімін күшінде қалдырды. Сөйтіп бұл адамға енді төлем айыппұлын қалпына келтіру рәсімі қолданылатын болды. Жалпы бұл төлем айыппұлын қалпына келтіру рәсімінің пайдасы неде? Біріншіден 5 жылға график жасалады жоспармен. Яғни бұл 5 жыл график деп айтқаннан бұрын 5 жылдың ішінде осы кредиттерді, жалпы барлық кредиттерді өтеудің жоспар жасалады. Бұл бір. Екіншіден, сені сотқа бермейді, 3% сотқа баж алымын төлемейсің. Одан кейін сот шешімін шығарып алып, сот орындаушы өткізбейді. Шоттарың бәрі ашық болады, еркін пайдалансың, шетелге шыға аласың. Осындай мүмкіндіктері бар төлем айыппұлын қалпына келтіру рәсімінің. Осы жөнінде толығырақ білгің келсе, немесе сотқа тапсырып, осы мүмкіндікті пайдаланып сен бізге хабарлассаң болады. Бізге WhatsApp-қа жаз.